Енді Құран оқудың үйренудің жолдары бірінші ықылас керек. Жаңағыдай бір дүние түсетін болса, бір жақсылық келетін болса, саған осындай бір жерден жаңағыдай сыйлық келе жатыр ойбай деп бір хат келетін болса, ашып қарап соның артынан жүгіреміз. Міне сол секілді бір бізге пайдасы келетін, дүниелік бір пайдасы болған нәрсенің артынан қаншалықты дерттеніп, маңдай терімізді төгіп, басқа жұмысымыз тұрса соны қоя салып, соның артынан жүгіріп кетеміз ғой. Сол секілді Құран-ы Кәрімді әліппен артынан жүгіріп кетуіміз керек біздер. Сол уақытта Алла Тағала көруші ғой. Мешітке кеткен кезде, мен иншалла кеше ұстазыма сөз бердім, бардым иншалла Құран-ы Кәрім оқып үйренемін деп, Алла үшін еді біздің ниеттеріміз. Басқа бір ниетіміз жоқ. Сондықтан иншалла деп соған қарай жүгіріп, шынайы жүректегі нәрсені Аллах білуші да. Сол нәрсе ниетпен келетін болсаңыз, Алла Тағала сіздің зейініңізді ашып қояды. Біздер кейбірде зейініміз ашылмай жатыр, Құран үйрене алмай жатыр, бір ай өтіп кетті, екі өтіп кетті дейміз, бірақ жаңағыдай бір дүниеге жүгірген секілді біз Құранға келе алмай жатырмыз да. Мәселе сол. Алла Тағала сен көріп тұр ғой, ана жерде қаншалықты дүние нәрсе айтылған кезде жүрегің лүпілдеп, жүрегің алып шығып кеткен. Ал мына жақта сенің Құран әліппесін үйренейік, кеп Алланың разылығы үшін ұстазға бір сүре тапсыр деген кезде сенің қаншалықты жүрегіңнің ойнағанын Аллах оны да көруші. Сондықтан иншалла біз ықыласымызды дұрыстауымыз керек екен. Илля ибадаллахил мухласин, шайтанның азғыруынан, ол Құран үйренуде болсын, ілім алуда болсын, Алланың тақуалық жолында жүруде болсын, иллал мухласин, ықыласпен амал еткендер құтылды. Ықыласпен амал еткендер Алла Тағала шынайы ілім берді. Әрекет жасаңыздар. Және де бір білмейтін нәрсеңізді иншалла үйреніп аламыз деп, қазақта бар ғой. Бір нәрсені көрсетсе, Құдай қаласа үйреніп аламын, не керек? Көрсетсең болды, маған үйреніп аламыз дейміз ғой. Сол жақта иншалла біз де көрсетсе болды, үйреніп аламыз негізінде. Сол иншалла Құран-ы Кәрімді көрсетіп жіберіп, ұстаздар не қылған үйреніп алуға әрекет жасауымыз керек. Не үшін осы дүние нәрсесіне біз үйреніп аламыз дейміз, бірақ Құран-ы Кәрімді үйреніп аламыз деп талпын басқа қарай. Үйреніп аламыз иншалла. Сондықтан иншалла қате болса да бір 5-6 аят жаттадыңыз, 5-6-10 сүре жаттадыңыз ғой, үйге барған кезде Бақараны ашып қойып оқыңыз иншалла. Қате оқысаңыз да Алла Тағала сізге иншалла рахметімен сізге сауап береді. Және де қате жасалған істің соңында дұрыстық келеді деген сөз. Мысалы сіз қазір бір жерге жолға шықтыңыз, мен ол жерді білмеймін деп отыра берсеңіз, ол жерде қаласыз. Оған жете алмайсыз да, ол жерде қаласыз. Енді иншалла білмесем де Құдай қаласа тауып аламын, біреуден сұрап деп жолға шығып кетсеңіз, адаспаса бірдеңе барасыз. Бірақ сол адасуыңыз, қателік жасауыңыз сіз дұрыстыққа апарады да. Сол секілді Құран-ы Кәрімді үйде дұрыс емес оқуыңыз сізді дұрыстыққа апарады иншалла. Дәл жаңағыдай жолда адасып мен соңында дұрыс жеріңіз тауып барған секілді. Сондықтан бұдан бет алып қайтып қалмаңыздар. Мен 10 сүрені білем, әлі тәжвид білмеймін, әлі ештеңе білмеймін демеңіздер. Бір пара, екі пара жаттап отқан бауырларымыз бар, альхамдулилля. Бір жылдың ішінде бір пара жаттап кеткен бауырымыз болды отыр. Нөлден келді, ештеңе білмейді. Мен медреседе оқыған басқа еді. Әлиф деген әріпті білмейтін жігіт келді, класының арқасында бір пара жаттап кетті бір жылдың ішінде. Мешіттен шықпайды. Мен осындай қарилыққа кеттік. Қазір Қырғызстанда қарилық жаттап, Алла Тағала қари болып келуін Аллах нәсіп етсін. Міне көрдіңіздер ме, ықыластың арқасында Алла Тағала нәсіп етті. Күніге әр намаздан қолына алып, үйрену әрекет үстінде жүргендер Құран-ы Кәрім оқып үйреніп жатқандар бар, мен сіздерге айтайын. Бір жыл оқыған жоқ бұл мешітте де. Бірақ осы мешітте жүреді, мысалы мешіт намазға келеді, намаздан Құран-ы Кәрім ашады да, жаңа тәжвид білмесе де бірдеңе оқып, ұстаздан барып сұрап, бірдеңе сөйтіп жүріп, Құран оқып үйреніп кеткендер бар, мен сіздерге айтайын. Ол не? Жүрегіндегі дерт арқылы. Дерт. Неге дерттеніп алсын? Қай нәрсені қатты шынайы бір қалап алсын? Сол арқылы Құран-ы Кәрім оқып үйреніп кетеді. Кейбір себептер қарап шайтан сіздерді қорқытпасын. Ойбай, сен Құран-ы Кәрім оқымайсың, оқи алмайсың, сен оқысаң қателік жасайсың, бір мағынаға жаңылыспасаң Алла Тағала қарсы келетін сөзді айтып қоясың. Қарсы келетін сөзді айтыңыз, ештеңе етпейді иншалла. Алла Тағала үйрену мақсатында бұл нәрсені сіздер үшін жайыз қылады. Және Алла Тағала сауабын еселеп береді, екі есе береді. Алла пайғамбар хадисі бар, Құран-ы Кәрім өте керемет оқығанмен бірге пештілер бірге болады. Енді Құран-ы Кәрімді тоқтап, шамасы келмей, әріптеп, сөздеп оқыған кісіге Алла Тағала екі сауап береді дейді, әр әріпке, екі сауап. Екі есе сіздің дәрежеңіз жоғары деген сөз иншалла. Екі есе сіздің дәрежеңіз жоғары. Білмесеңіз де бисмилля деп оқи берген кісінің екі есе дәрежесін Алла Тағала көтеріп қояды. Мына нәрсені оқысаң, сен қазір дәрежең жоғарылайды, Құдай қаласа мемлекеттің бір жақсы жеріне отырасың десе, жақсылап тұрып оқимыз оны, сол жердегі дерт Құранға да керек та. Сол кезде иншалла Алла Тағаланың таңдаған құлы боласыз. О нәрсе ананы оқымау керек деген нәрсе жоқ, оқыңыз иншалла. Әр мұсылман мемлекетті басқарған дәреже ету керек. Мұсылман таза бір орынға отырған кезде таза басқару керек бұл мұсылман. Мұсылмандар үшін керемет бір дәрігер керек. Мұсылмандар үшін мықты бір саясаткер керек мемлекетте. Мұсылмандар үшін тағы сол секілді ілім иелері керек.
Бірақ сонымен салыстырып жатырмыз бұл жердегі нәрсе. Яғни дүние мәселесіне адам біраз алға қарай талпынады, иә. Сол жердегі дертіңіз бен Құран кәрім оқығанда дертіңіз бір болатын болса, иншалла Алла тағала біздерге нәсіп етеді. Сондықтан бауырлар, сізге айтатын нәрсем осы: Құран кәрімде 10 аят, 10 сүре үйренгеннен кейін бірден оқуға бастаңыздар. Тәжвидті иншалла осы арқылы үйренеміз. Кейбір кісілер келеді, тәжвид үйреніп алайыншы мен дейді. Тәжвид үйрену ешқандай қиын емес. Мына жерге айтайын, сіздер барлығын жинап қойып тәжвидті 2 сағат, 3 сағаттың ішінде сіздерге түсіндіріп бере аламын. Бірақ оны ешкім түсінбейді. Не үшін білесіздер ме? Өйткені практика жоқ. Практика жоқ. Практика болмағандықтан оны түсінбейсіз. Нақты түсінбейсіз та, жоба түсінесіз, бірақ нақты түсінбейсіз. Практика керек. Практика болған кезде, практически орындаған кезде оны жақсы түсінесіз. Мысалы, сізге қазір мына жерде, ана жерде, мына жолмен былай барасыз деп түсіндіріп жіберсем, жобалап түсіндіңіз енді. Бірақ сол жолда тікелей жүріп көріп, бір-екі мәселе адасып кетсеңіз, ол жерден ешқандай адаспайтын боласыз екінші мәрте. Бар нәрсені жаттап аласыз. Сол секілді Құран кәрімнің жолдары, үйрену жолда осы. Оны бірден өтіп тастауға болады, тәжвид өтуге, сондықтан оның қағидасын жаттауға асықпаңыздар. Бірде бір медреседен бір жыл оқыған жігіт келді маған, айтады: "Ұстаз, осыны жаттап алдық" дейді да. "Енді осыны ертең ұстаз сұраса" дейді, "мен тақпақ сияқты айтып беремін" дейді да. "Бірақ Құран кәрімді оқысам" дейді, "тәжвидпен оқи алмаймын" дейді. Яғни ұстаз жатта деген, тақпақ сияқты айтып бер деген, сол үшін жаттап алған да ол. Ештеңе түсінбейді бірақ. Өзін жаттап жатқан. Сондықтан иншалла тәжвид ол жаңағыдай Құран кәрім оқумен үйреніледі. Яғни практика түрде оқисыз, осылай үйреніледі. Сондықтан иншалла қорықпастан бисмилля деп кірісіп оқыңыздар. Білгеніміз қолымызда бармен амал етейік. Иншалла Аллах біздерге қолымызда болмағанын нәсіп етеді. Уаттақуллаха ва юаллимукумуллах. Ей Алланың құлдары, Алладан қорқыңыздар. Алладан қорқу білгеніңізге амал ету арқылы болады. Амал осы қорқысаңыздар, Алла Тағала сіздерге үйретеді дейді. Яғни Алла Тағала білмеген нәрсеңіз Алла сізге үйретіп қояды. Қашан үйретеді? Білген нәрсеңізді орындап тақуалық жасаған кезіңізде. Яғни 10 сүре білесіз, сол 10 сүреңізді күнде оқып қайталап, Аллахым ұмытып қалмайын осыны. Осының ішінде кейбір маған жасырын болған нәрселерді маған түсіндіре көр, я Раббил аламин деп. Осы дұға ету арқылы осыны дерттен оқи берсек, бұл біздің тақуалығымыз да. Бұл тақуалықтан кейін не келеді? Ва юаллимукумуллах. Алла Тағала біздерге үйретіп қойды. Пайғамбар хадисі бар, қиямет күнінде Құран кәрімді білгенше оқы, және оқыған әрбір аятыңа қарай дәрежең жоғарылайды дейді. Қараңыз. Дәрежең соған қарай жоғарылайды. Сенің қанша қазынаң берген, қанша дүние жинадың арғы дүниеде, қанша адамға бастық болдың, соған қарай жоғарыла демейді. Қанша сүре білесің? Мен саған не айттым? Менің сөзімнен қаншасын білесің? Соған қарай жоғарыла. Соған амал еткеніңе қарай жоғарыла деп Алла Тағала әр аятқа бір дәреже беріп қояды. Сондықтан дәрежеміз бір аят болса да жаттап дәрежемізді көтеруіміз керек. Негізгі дүниеміз ақырет дүниеміз. Бұл дүние бүгін бар, ертең жоқ. Кешегі атамыздың, ата-бабаларымыздың қолына беріліп, кейіннен алынған секілді. Міне бұған біз ақылымызды қолдануымыз керек.